кеттім осымен. Көрдіңдер ма? Енді бұл 53-ге тоқтадыңдар ма? Тоқтай тұрыңдар. Енді осы жерде бір қызық болады. Қазақтардың шаруасы тынды, бұларды бітірдік, кітаптарын бәрін өртедік, адамдардың бәрін аттық, ғалымдардың бәрін аттық. Енді бұлар тек қана мал баққанға жарайтын қарабайыр халыққа айналады. Надан, қараңғы, сауатсыз. Бұларға 4 түлік малын бақтырамыздағыны, семіз малының бәрін етімен, сүйегін, терісін, Москва мен Ленинградтағы элитаны асыраймыз дейді. Қазақстанның элитінің наны, торғайдан шығатын еті бәрі Москва мен Ленинградтан обеспечить малдар жатады, бітеп, рахаттанып. Сөйтеді дағына, бол, одан басқа қолдарынан сені түк келмейді деп тұрған кезде, Құдайдың құдіретін қарасайшы, бірақ адам шығады Қазақстанда. Ол Жезқазған облысының Қарсақпай деген жерінде, ол дала ана жер барсаң, бар, шошып кетесің, қар жауса жарты метр. Мәшіне жүре алмайды, ана жерден. Қап кетесің, қазір қап кетесің. Сол жерде Қаныш Сәтпаев деген 27 жасар инженер келіп түседі ана жерге. Ол келіп тұрады, қараса, айналаның бәрі қазақтар азып тозып жатыр, орыстардың бәрі издеваться етіп. Білесің бе не деген? Қаныш Сәтпаев туралы мақала жазған. Мына осындай да осындай өзінің түйеші, сауатсыз, надан қазақтарына бұрышы жасап шығарамын деп жатыр. Жюль Вернді оқып алған қиялы бұл қазақ деп, бұны издеваться еткен. Сосын бұл тұрады да, көрсетейін мен сендерге дейді. Не істейді? Қазақтардың бәрін шақырып беріңдер. Мына орыстың істегенін қазір қайталап істейсіңдер дейді. Сөйтіп қасында орысша үйрене беріңдер дейді. Ана қазақтар көшпенді ғой. Өте тез үйренеді тілді. Ана орыс айтады, егер екі қазақ бұрғышы шығарып беретін болсаң, мен саған 2 есе премия төлеймін дейді. Біреу болса, біреу төлеймін дейді. 3 қазақтар көрсең, 3 есе төлеймін дейді. Ақша 3 есе көбейеді да, аналар мотивация болады. Айда олар оқытады аналарды. Содан су тасып жүрген, ит тасып жүрген, кіре тасып жүрген қазақтар бәрі тоқта ғой, түйені қоя тұр. Мынаны үйрену ғой, ертең мына перспектива мына жерде. Сөйтті орысша үйренеді ғой. Орысша үйренгендерін атты Ленинградқа 6 айға оқуға жібереді да, новойларын алып келеді да қайттан салады. Сөйтіп ананы айландырып отырған кезінде 34-ші жылдың февраль айында Қаныш Сәтпаевқа ит қылады бұлар, Ленинградта отырғандар. Сен ешқандай мыс шықпайтын жерден сен әншейін барындағыны ақшаның бәрін далаға шашып, түйеші қазақтардан бұрғышы шығарам деген далбаса ұлтшылдық арманға кіріп аласың, үкіметтің ақшасын жеп алсың сен дейді да, мә саған бюджетін жоқ. 700 адам айлық алып отыр жерде. Білесің бе, 700 адам. Февральда қашатын жер жоқ, ақша жоқ. Сол бәрін жинайды айтады, жігіттер осылай болып жатыр жағдай. Егер бір тостақ көшеге жұмыс істеймін дейтін болсаңдар, менімен бірге қаласыңдар дейді. Мен барып ақша сындырып келемін қазір дейді. Москваға төбелесем аналармен дейді. Ал егер кетем дейтіндер болса, ұстамаймын дейді. Сонда бүгін бірінші паника болды, бәрі 32-ның аштығы біткенде 1 жыл болмаған. Алтады бұған. Өздері ашаршылықтан қырылып қалған адамдар айналады. Кәдімгі өліктер, малдар миллиондап далада шашылып жатыр, біреуін жей алмайсыз. Сол ашаршылықтың кезінде ана өліп жатқан адамдарды көріп, менің ағайын туысқаным не болып отыр деп ойлап отырғанда, туған ағасы Орынбордан, Омбыдан телеграмма салды, Қаныш бізді құтқар деген. Мына телеграмма көреді, құтқар деген бір ауыз сөз тұр. Түнде толықтап жібереді. Орыс шоферына мінеді да, үйде кетіп қалады. Түнде Баянауылға пәленбай километр, Қарсақпай қайда Баянауылға пәленбай километр барады. Барса туысқандар бәрі қырылып жатыр, аштық өліп жатыр. Мынау кіріп келген кезде таң қалған, ой, Қаныш келді. Скелет болып қалған, бәрі жейтін тамағы жоқ, ілмей сүйектері отыр. Сосын тұрады айтады, тірілерің Россияға көшіп кетіңдер, кішкентай балдарды аламын. 8 баланы сөйледін алады, 2 баланы туған әпкесінің балдарын салып алады. Олар уже өлген есебі, көздері жыбырлайды, еріндері жыбырлайды, болды. Соны өзі көруге қорқып, қасындағы інісін жібереді, ағасының баласын. Сосын шоферді орысты жіберіп барып келеді. 2 баланы тағап келеді, соны киізбен үстін жабады тағыны, 10 баланы алып келеді, өзінің мына жақтағы жинап алған балалар бар, үйіне алып келіп жатқызған кезде 19 бала жатыр дейді ғой. Ана орыс әйелі көріп, шошып кетіп, қалай асыраймын мен деп жылап, еңіріп, енесі тұрады, басты қатырма, қазақтар осындай туысқаншылық асырайсың басты қатырма. 19 балаға күнге қатын тамақ істеген Таисия Кошкина деген. Қанша айтады, істейсің осыны дейді. Істейді. Бәрін қалмап шығарады. Мына нені өрлесің бе? Алтын адам бар ғой, символ болып тұрған, соны сол ашаршылықты барып алып келетін. Туған әпкесінің баласы Кемел Ақышев деген. Сол көз жыбырлап жатқан біреу сол, соны алып келіп, оқытып археологияға. Сол 67-ші жылы барып алтын адам тауып алды. Көрдің, баяғы бала.